Амансыздар ма? Әңгімені тыңдар алдында каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп отыруды ұмытпаңыздар, және әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Жанармай бекетінде жұмыс істейтін Асқар түнгі ауысымда дәретханадан бір қорап тауып алды. Қораптың ішінде сәби жатты. Жанында оған қамқор болыңыздар деген жазу қалдырыпты. Асқар баланы үйіндегі бала көтере алмай жүрген әйелі Маржанға алып келді. Ал келесі күні жұмыстан қайтып келгенде көргеннен денесі түршігіп, бойын қорқыныш биледі. Түнгі ауысым өте баяу өтті. Асқар есінеп жүріп, лас қолдарын ескі жұмыс комбинезонына сүртті. Қала шетіндегі жанармай бекеті өзі тыныш өмірін өтіп жатты. Кездейсоқ келіп кеткен жүк көліктері, ұйқылы адамдар. Асқар бұл жердің әр бұрышын, әр жарығын білетін. Бұл жұмыс арман емес, бірақ күнкөріс көзі. Маржан да осы еңбегімен өмір сүріп жатты. Маржан жүрегі шым етті. 10 жыл бірге тұрып жатыр, бірақ балалары жоқ. Дәрігерлер қолын жайып қояды. Үйлесімсіздік, өте аз мүмкіндік. Маржанның көзі сөніп бара жатты, ал Асқар өзін дәрменсіз сезінді. Ол кішкентай аяқтардың үйде шапқылағанын, сәбидің күлкісін армандайтын. Маржанның көзіндегі баяғыда өшкен нұрды қайтарғысы келетін. Түнгі сағат 3-тер шамасында сирек өткен көліктердің үні ғана естіліп тұрған кезде Асқар бір оғаш дыбыс естіді. Бастапқыда құлағына ғана естілгендей көрінді, бірақ дыбыс қайта шықты. Дәретханадан әлсіз дыбыс естілді. Бұл не болды екен? Деді Асқар дыбыс шыққан жаққа бет алып. Мүмкін біреу ұйықтап қалған болар, немесе жағдайы нашарлаған шығар. Дәретхананың есігін ашқанда Асқар қимылсыз қалды. Еденде унитаздың жанында кәдімгі қорап қойып кетіпті. Жіппен байланған, ауа кіргізетін тесіктері бар. Дыбыс сол жерден шықты. Ол тізерлей отырып қорапты ақырын ашты. Ішінде ескі сүлгінің үстінде кішкентай қыз бала жатты. Арзан жөргекке оралған. Ұсақ қолдары мен аяқтары дірілдеп, ұйықтап жатқанда анда-санда тырсып қояды. Асқар сасып қалды. Ол бұрын соңды ондай кішкентай сәбиді қолына ұстап көрмеген. Өзін тым үлкен, ебедейсіз сезінді. Бұл мүмкін емес қой. Тастап кеткен бе? Деген ой жылт етті санасында. Қыздың жанында қағаздың ішінде бүктелген жазба жатты. Асқар оны дірілдеген қолымен ашып, ирек-ирек жазуды оқыды. Балаусаға қамқор болыңыз. Менің шамам келмейді. Асқардың жүрегі атқақтап аузына тығылды. Оны осында кім қалдырды? Түнде дәретханада анасына не болды? Қандай үмітсіздік итермеледі? Бірінші ой полицияға қоңырау шалу болды. Заң бойынша солай жасау керек еді, бірақ жүрегі оған қарсы шықты. Қызды алып кетіп ауруханаға, сонан соң балалар үйіне апарады. Бәрі сонымен бітеді. Асқар бұлай аяқталғанын қаламады. Ол орнынан тұрып, қорапты қолына алып сыртқа шықты. Жанармай бекеті тыныш, шамдардың жарығы ғана жанып тұрды. Жарайды, деп сыбырлады өзі. Ертең қоңырау шалармын. Әзірге біздің үйде бола тұр. Бұл ессіздік екенін білді. Бұл дұрыс еместігін де білді. Бірақ басқаша істей алмады. Үйге қарай тұман ішінде жүргендей ақырын айдап келе жатты. Қыз бала алдыңғы орындықта қорап ішінде ұйықтап жатты. Оны оятып алмас үшін машинасын өте баяу айдады. Пәтерде тыныштық. Маржан әдеттегідей оны күтіп отыр екен. Асқар, неге кешіктің? Бірдеңе болды ма? Деді ол алаңдап, Асқардың қолындағы қорапты көріп. Асқар үнсіз бөлмеге кіріп қорапты үстелге қойды. Маржан таңырқай қарап алдымен оған, сосын қорапқа көз салды. Бұл не? Деп сұрады ол, секем алып, қабағын түйіп. Асқар терең дем алып, түнгі ауысым естіген оғаш дыбыспен дәретханадағы қорап жайлы айтып берді. Сөздері шашыраңқы, асығыс еді. Ол Маржанның көзінен жазғыру көріп қалудан қорықты.
Маржан үнсіз тыңдады. Көзі бақырайып, Асқар әңгімесін аяқтады. Ол қорапқа жақындап, ішіне үңілді. Құдай-ау деп сыбырлады ол, ұйықтап жатқан сәбиді көріп. Асқар үнсіз күтті. Оның реакциясын не айтатынын. Қорықты, ашуланып, өзіне де балаға да қауіп жібере ме деп. Бірақ Маржан үнсіз еді. Ол тек балаға қарап тұрды. Ал оның көзінде Асқар көптен бері көрмеген бір нәрсені, үміттің ұшқынын байқады. Қандай кішкентай, деді Маржан жай ғана қолын созып, баланың бетін ақырын сипап. Асқардың ішінде ауыр жүк жеңілдегендей болды. Таңертең полицияға хабар берем, деді ол. Солай дұрыс болады. Олар бәрін ретімен шешеді. Келесі таң ерекше шуақты болды. Көптен өзі бұл үйге келген кішкентай ғажайыпқа қуанып тұрғандай. Асқар ауыр көңілмен жұмысқа аттанды. Маржан балаусамен жалғыз қалдырып, ол әлі де полицияға бірден хабар бермегені дұрыс болады деп те күмәнданды. Бірақ Маржанның баланы бөтелкеден тамақтандырған кезіндегі жарқыраған көздері оның барлық күдігін сейілтті. Асқар өзіне уәде берді. Ауысым біткен соң бірден қамқоршылық органдарына хабарласып, бәрін түсіндіреді. Маржан гүлдей жайнап кеткендей болды. Баяғыда ұмытқан әлдилерді ыңылдап айтып, жөргекті шебер ауыстырып, ұйықтап жатқан балаусаға сүйсіне қарады. Үй мейірімен жылылыққа толды. Ол балаға еркелетіп ат та қойды. Күн шуақ, өзі де жылынғандай. Ана бола алмай талай жыл өткен соң жан дүниесі жібігендей еді. Жанармай бекетінде тыныштық. Асқар жұмысты автоматты түрде істей берді. Сағатқа қайта-қайта қарап. Ойы алыста, үйде, Маржан мен балаусада. Кешкіге жақындағанда, күн көкжиекке еңкейіп келе жатқанда, бекетке қара түсті, терезелері қап-қара джип келіп тоқтады. Ішінен еңселі, шымыр, шашы қысқа, көз қарасы суық ер адам түсті. Үстінде спорт киімі болса да, одан аң тәрізді қуатты күш сезілді. Ол кассаға жақындап, сәлемдеспестен қарлығыңқы даусымен сұрады. Естідім, сіздер мұнда бала тауыпсыздар. Асқар іші су етті. Ол қайдан білді? Бұны тек Маржан ғана білетін. Мен не айтып тұрғаныңызды түсінбедім, деді Асқар, арқасынан мұздай су жүріп өткендей. Ер адам жымиды, ірі, қысқа тістерін көрсетіп. Бұл күлкі емес, суық әрі үрейлі бір ысқырыңқы әсер қалдырды. Бос сөз айтпа, біздің шағын қалада бәрі тез белгілі болады. Бала қайда? Асқар батылданып, мен полицияға хабар бердім. Олар айналысып жатыр. Полиция? Ер адам қабағын түйіп мырс етті. Полиция бізге бұйыра алмайды. Анасы қайда? Сен білесің бе? Бала мен ана қайда? Жоқ, деді Асқар сабырмен, бірақ ішінен қобалжып. Сол сәтте ол бұл адамның қыздың анасымен байланысы бар екенін, бірақ бұл байланыс жақсы еместігін түсінді. Ер адам Асқарға тесіле қарап тұрды, жан дүниесін көруге тырысқандай. Сосын былай деді. Жарайды, маған сен ұнайсың, адал жігітсің. Мен жай ғана баланың жағдайы жақсы ма, соны білгім келді. Егер анасы немесе бала туралы бірдеңе білсең, мына нөмірге хабарлас. Ол Асқарға визиткасын ұсынды. Асқар визитканы қалтыраған қолымен алды. Онда тек телефон нөмірі мен Санжар деген есім жазылған. Ешқандай ұйым, мекеме көрсетілмеген. Санжар бұрылып, үнсіз өз көлігіне беттеді. Джип гүр етіп, көзден ғайып болды. Асқар ұзақ қарап тұрды. Ішін алаң мен үрей кернеген еді. Бұл кездесу емес екенін жүрегі сезіп тұр. Үйге Асқар үреймен асықты. Ол Маржанның ескерту керек еді. Ол кішкентай балақайды қорғауы тиіс. Маржан оны босағада күлімдеп қарсы алды. Қолында көрпеге оралған балақай бар. Қарашы, бізге қандай сұлу сәби бұйырыпты, деді ол қуанышпен қызды Асқарға көрсетіп.
Асқар Маржанды құшақтап, балаусаның бетінен сүйді. Ол бұл сәтті бұзғысы келмеді. Бәрін кейін қызды ұйықтатып болған соң айтам деп шешті. Кешке балауса төсекте тыныш ұйықтап жатқанда Асқар Маржанға Санжар келуін айтып берді. Оның сырт бейнесін, мінезін, үрей тудырған үнін сипаттады. Маржан денесін ішіне тартып тыңдады. Бастапқыда қорқыныш көрінді, кейін орнын берік шешім басты. Біз оны бермейміз, деді ол нық дауыспен. Бірақ Маржан бұл қауіпті, деді Асқар. Біз сержанның кім екенін, неге қабілетті екенін білмейміз. Мен бірақ нәрсені білем, деді Маржан. Мен оны бере алмайым. Асқар Маржанды құшақтады. Ол оның сезімін түсінді. Өзі де балаусаға өмірін елестете бастады. Түнде оларды есікке соғылған қоңырау дыбысы оятты. Асқар терезеден қарады, ешкім жоқ. Есікті ашқанда кірпішке бекітілген жазба тапты. Үлкен, қисық әріптермен жазылған. Оны қайтарыңдар. Асқар бойын мұз басқандай болды. Олар қауіпті еді. Ол әрекет етуге кірісті. Санжар берген визитканы еске түсіріп, нөмірін терді. Бұл кім? Деді трубкадан қарлығыңқы дауыс. Бұл Асқар, жанармай құю станциясынан. Сен екенсің. Не болды? Сендерге баладан не керек? Телефонда үнсіздік орнады. Кейін Санжар күліп жіберді. Батыр болмақсың ба? Қателесесің. Бұл сенің ісің емес. Баланы қайтар, бәрі тыныш болсын. Мен оның анасын білмеймін, деді Асқар өтірік айтып. Бірақ ол сенен қорқатынын білемін. Санжар біраз үндемей қалды. Ана ақымақ Айшолпанды айтасың ба? Ол мен үшін жауап береді әлі. Сен оған не істедің? Деді Асқар ашуын әрең ұстап. Бұл да сенің шаруаң емес, деді Санжар қайта. Баланы қайтар, саған теймеймін. Ал егер қарсы шықсаң, өкініп қаласың. Тұтқаны тастай салды. Асқар ұзақ қарап тұрды телефонға. Жүрегі ашу мен қорқыныш кернеді. Ол Айшолпанды табуы керек еді. Не болып жатқанын анықтау керек. Балауса мен Маржан да қорғау керек. Ол өз тергеуін бастады. Көршілерінен, таныстарынан, әріптестерінен сұрастырды. Айшолпан жайлы ешкім ештеңе білмейтін. Сірә жер жұтып жібергендей. Бірақ Асқар білмеді. Уақыт тығыз еді. Сержан кез келген сәтте пайда болуы мүмкін. Және солай болды. Келесі күні Асқар жұмыста оралғанда олардың пәтерінің есігі сындырылған көрді. Іште бәрі астан кестең болып жатты. Маржан жерде отырып, балаусаны құшағына алған. Ол шок жағдайында еді, бірақ аман қалған. Ол келді, деп сыбырлады ол. Ол оны іздеді. Үйде болмағанымыз жақсы болды. Асқар Маржан мен балаусаны құшағына алды. Ол дәрменсіздіктің тамағына тығылған сезді. Ол оларды қорғай алмады. Бізге кету керек сияқты, деді Маржан. Алысқа, басқа қалаға кету. Онда бізді ешкім таппайды. Асқар басын шайқады. Бұл шешім емес. Ол бізді бәрібір табады. Ол қалағанын алғанша тынышталмайды. Ол не қалайды сонда? Деді Маржан. Ол неге бұл қызға сонша жабысып қалды? Асқар иығын көтерді. Білмеймін, мүмкін кек, мүмкін ақша, әлде басқа бір нәрсе. Ол үстелден тұрып терезеге қарай жақындады. Бізге Айшолпанмен байланысу керек, деді Асқар. Біз онымен сөйлесуіміз керек, не болып жатқанын түсінуіміз керек. Егер ол шынымен де балаусаны алаңдап жүрсе, біз оған көмектесуіміз керек. Маржан оған таңдана қарады. Көмектесу дейсің бе? Болған жағдайлардан кейін бе? Ол баланы жанармай құю бекетіне тастап кеткеннен кейін бе? Бұл жағдайды қабылдау саған қиын екен, түсінем, деді Асқар. Бірақ біз бүкіл шындықты білмейміз. Оның не өткергенін де білмейміз. Егер ол шынымен де балаусаны жақсы көрсе, егер оның болашағы үшін алаңдаса, біз көмектесуіміз керек. Ол телефонын алып тағы да Айшолпанның нөмірін тере бастады.
Бұл нөмірді Асқар учаскелік полицейлер арқылы тауып алған еді, бірақ бірнеше рет хабарласқанда еш нәтиже болмады. Бұл жолы гудук қысқа сигналдарға ауысты. Біреу тұтқаны көтерді. «Алло», деді әлсіз дірілдеген дауыс. «Айшолпан», деді Асқар. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. «Бұл Асқар. Біз сіздің қызыңызды таптық». Тағы үнсіздік. Сосын жыламсырап шықты үн. «Білем. Біз кездесуіміз керек», деді Асқар. «Біз сөйлесуіміз керек». «Жоқ», деді Айшолпан. «Бұл өте қауіпті. Ол мені аңдып жүр». «Біз сізге көмектесе аламыз», деді Асқар. «Біз сізбен балаусаны қорғай аламыз». Ұзақ үнсіздіктен кейін Айшолпан кездесуге келісті. Ол орын мен уақытты айтты. Асқар бұл өте қауіпті екенін түсінді, бірақ ол балауса мен Маржанды құтқару үшін бәріне дайын еді. Келесі түн ол көз ілмеді. Алдағы кездесу Санжар, Айшолпанды ойлады. Қауіп жақындап келе жатқанын жүрегі сезді. Келесі кеште қараңғылық түскенде Асқар мен Маржан балаусаны қолына алып, Айшолпанды кездесуге шақырды. Олар үнсіз жүріп отырды. Ауада кернеу сезілді. Асқар ескі Нива көлігінің рөлін саусақтарымен жүйкелі түрде соғып отырды. Маржан қасында үнсіз отырып, есік тұтқасын тас қылып ұстаған. Сірә ол сол тұтқадан қауіпсіздік күткендей еді. Артқы орындықта, балаға арналған орындығында кішкентай балауса тәтті ұйқыда жатты. Ол өзінің кішкентай өмірінің айналасында қандай даула тұрғызғанын білмейтін. Асқар кездесуді қала шетінен бірнеше шақырым жердегі иесіз саябаққа белгіледі. Ол бұл қауіпті екенін білді, бірақ кішкентай қызбен онсыз өмірін елестете алмайтын Маржанның алдындағы парызы қорқыныштан басым болды. «Бұл шынымен дұрыс шешім екеніне сенімдісің бе?» деді Маржан тағы да. Оның даусы дірілдеп шықты. Асқар терең күрсінді. «Жоқ, Маржан, сенімді емеспін. Бірақ бізде басқа таңдау жоқ. Біз шындықты білуіміз керек және не істеу керегін түсінуіміз қажет». Олар кездесетін жерге келгенде ескі плашқа оранған жалғыз адамды көрді. Бұл Айшолпан еді. Оның жүдеп бозарған жүзін бастан кешкен қорқынышты білдіріп тұрды. Ол артына үреймен қарап, біреу арқасынан ұрып жібере ме дегендей алаңдай берді. Асқар моторды өшірді. Машинадан шыққанда алақандарының терлеп кеткенін сезді. Маржан көлікте қалды. Ол жақындауға батылы жетпеді. «Сәлеметсіз бе, Айшолпан?» деді Асқар сабырлы сөйлеуге тырысып. Айшолпан селк етіп қорқып қалды. «Сәлеметсіз бе? Келгеніңізге рахмет. Біз көмектесуге келдік. Айтыңызшы, не болып жатыр?» «Санжар деген кім? Ол неге балаусаны іздеп жүр?» Айшолпан терең дем алып әңгімесін бастады. Даусы дірілдеп, сөздері үзік-үзік шықты. Бірақ Асқар мұқият тыңдады. Бірде-бір деталін жіберіп алмауға тырысты. Санжар бұрынғы жай ғана бірге тұрған адам емес, нағыз тиран болған. Ол ішімдік ішетін, қол көтеретін, қорлайтын. Айшолпан жүкті болғанда ол тіпті төзгісіз бола бастаған. Бала керек емес деді. Оны масыл санады. Балауса дүниеге келгеннен кейін мүлде қатыгезге айналды. Қызды балалар үйіне тапсыруды талап етті. «Бұл бала біздің өмірімізді құртады. Біз кедейліктен ешқашан шыға алмаймыз» дейтін. «Мен оның өмірінен қорықтым», деді Айшолпан жылап. Ол қызға бірдеңе жасау мүмкін екенін білдім. Сондықтан мен қаштым. Оны жанармай бекетінде қалдырдым. Жақсы адамдар тауып алады деп үміттендім. Не істерімді білмедім. Ол үнсіз қалып, бетін қолмен жауып жылады. Асқар үнсіз тыңдап отырды. Ол Айшолпанның үмітсіздіктен ана жүрегімен әрекет еткенін түсінді. «Санжар қазір неге балаусаны іздеп жүр? Оған не керек?» деп сұрады Асқар. Айшолпан көз жасын сүртіп басын көтерді. «Білмеймін. Мүмкін оны өзгерді, мүмкін оны сатқысы келді. Ол қылмыстық адамдармен әрдайым байланыста болатын.
Осы сәтте үнсіздікті кенет тежегіштің ащы даусы бұзды. Оларға қарай қара иномарка жылдамдықпен келіп тоқтады. Ішінен екі ер адам атып шықты. Оның бірі Санжар болатын. «Міне сол қаншық», деп айқайлады Санжар, Айшолпанды нұсқап. «Баламды қайтар». Асқар бір сәтке де кідірмей әрекет етті. Ол Айшолпанды қалқалап, сержанмен арасына түсті. «Тоқта, ол саған ештеңе қарыз емес», деп айқайлады Асқар, арқасынан суық тер аққан сезіп. Сержан оны менсінбей қарады. «Сен кімсің, батырсың ба? Ісің болмаса араласпа. Бұл менің де ісім, мен оған зиян келтіруге жол бермеймін». Жағдай барған сайын ушыға түсті. Санжар жақындап келе жатты. Көзі ашумен жанған. Асқар төбелестен қашып құтыла алмайтынын білді, бірақ ол дайын еді. Айшолпан мен балаусаны қорғау үшін өмірін де қиюға әзір болды. «Маржан, кет», деп айқайлады Асқар, Санжардан көзін алмай. «Балаусаны алып кет». Қорыққан Маржан көлікті оталдырып газға басты. Ол Асқардың уақыт ұтып кетуге мүмкіндік беріп жатқанын түсінді. Нева орнынан зыр етіп қозғалды. Санжар көлікті тоқтатпақ болды, бірақ Асқар оның жолын бөгеді. Араларында төбелес басталды. Санжар күштірек және тәжірибелі еді, бірақ Асқар бұрышқа қамалған жыртқыштай арпалысты. Бір сәтте Асқар босап шықты. Айшолпанға жүгіріп жетті. «Жүгір, полицияға хабарлас. Сержанның саған және балаға қауіп төндіріп жатқанын айт». Айшолпан бір секундта жоғалтпай қалаға қарай жүгіріп кетті. Сержан оған қуып жете алмай, Асқармен қайтадан оның жолын бөгеді. «Оны тыныш қалдыр», деп айқайлады Асқар, соққы жасады. Сержан кейін шегінді. «Сен әлі қатты өкінесің, менімен байланысқаның үшін», деп айқайлады да ол қалтасынан пышақты шығарып алды. Асқар қорқыныштан суып кетті. Ол бәрі осы жерден аяқталуы мүмкін екенін түсінді. Сол сәтте алыстан полицейдің дабыл даусы естілді. Оны Маржан бұған дейін қоңырау шалып қойған болатын. Сержан сол тұрып, жағдайды бағалап, уақыттың аз қалғанын түсінді. «Біз әлі кездесеміз», деп айқайлады да артына бұрылып көлігіне жүгірді. Оның сыбайласы артынан ерді. Қара иномарка айқайлап жолға шығып, көзден жоғалып кетті. Асқар ауыр демалып, қолын бүйіріне басып тұрды. Полицейлер Асқар мен Айшолпанды куәлік беру үшін ұстады. Маржан сиренаны естіп, дереу қайтып келді. Ол Асқарға жүгіріп барып, оны құшақтап, қуаныштан көз жасын төкті. Сұрақтардан соң олар бәрін полиция бөлімшесіне барды. Маржан сержанға қарсы арыз жазып, не болғанын айтты. Полиция қызметкерлері оның және балаусаның қорғауын қамтамасыз ететін шараларды қабылдайтынына уәде берді. Асқар мен Маржан үйге қайтты, шаршаған және сарлыңқы күйде. Балауса өз төсегінде бейбіт ұйықтап жатқан еді. Оның өмірі тек қана бір сәтке байланысты екенін білмей. Маржан диванға отырып, Асқардың қолын ұстап оған қарады. «Енді не істейміз?» деп сұрады. Асқар күрсінді. «Мен білмеймін, Маржан. Бір нәрсені ғана білем. Біз барлығын істедік. Біз Айшолпан мен балаусаны қорғадық». Бірнеше күннен соң Айшолпан Асқар мен Маржанға телефон соқты. Ол өзін полиция қорғауында қауіпсіз жерде екенін айтты. Ол көмегі мен қолдауы үшін алғыс білдіріп, ешқашан олардың жақсы жандарын ұмытпайтынын айтты. Асқар мен Маржан қиын шешім қабылдады. Олар балаусаны асырап алуды ойламаған шешім қабылдады. Кішкентай балақайдың орны анасының жанында екенін түсінді. Тіпті анасы жасырынуға және қорқынышты өмір сүруге мәжбүр болса да, бұл қиын болды. Бірақ олар бұл дұрыс екенін білді. Осыдан кейін балауса Айшолпанды қайтарылды. Асқар мен Маржан онымен ұзақ қоштасып, оны құшақтап сүйді. Олар жылады, бірақ
бір уақытта жеңілдеп қалғандай сезінді. Олар осы кішкентай қызға көмектесу үшін барлығын істегенін білді. Осыдан соң Асқар мен Маржан асырап алуды ойлай бастады. Олар ата-ана болуға дайын екенін, балаға сүйіспеншілік пен қамқорлық бере алатынын түсінді. Олар құжаттарды жинап, қажетті рәсімдерді бастады. Бұл ұзақ әрі қиын процесс болғанын белгілі, бірақ олар оған дайын болды. Бір кеште диванда отырып, балаусаның суреттерін қарап, Маржан айтты: «Білесің бе, Асқар, мен ойлаймын, бұл бәрі кездейсоқ болмайды. Балауса біздің өмірімізге келді, бізге өзіміз ойламағаннан да көбірек нәрсеге қабілетті екенімізді көрсету үшін. Ол бізге сүйіспеншілік, қорғау және басқалар үшін өзімізді құрбан ету мүмкіндігін көрсетті». Асқар Маржанды құшақтады. «Сен дұрыс айтасың, Маржан. Балауса бізді мәңгі өзгертті және мен оған осы үшін алғыс айтамын». Олар терезеден қарап үнсіз отырды. Терезеден ай сәулесі көрініп, қаланы жарқыратып тұрды. Асқар мен Маржан бір-бірінің қолын ұстап, оларды байланыстыратын сүйіспеншілік пен жылулықты сезінді.